Сәлем баршаңызға. Бүгін жасалу оңай сатылымға арналған айсти сусынын дайындайтын боламыз. Ең алдымен кастрөлімізді газға қойып, оның үстіне 6 литр су құямыз. Суымыз қайнағанша апельсиніміз бен лимонымызды турап алатын боламыз. Лимонның тек жартысын ғана қосамыз. Тураған жемістерімізді ыдысымызға салып, одан кейін осы 2 алманы турайтын боламыз. Бұларды да турап ыдысымызға саламыз. Бізге жалбыз да керек, жалбызды да жуып тазалап, осы ыдысқа салатын боламыз. Енді кастрөліміздегі суымыз қайнай бастаған кезде, оның үстіне каркадемізді салып, 2-3 минут бойы қайнататын боламыз. Міне 2-3 минут бойы қайнады. Енді осының үстіне қантымызды салып, бір араластырып жіберіп, бетін жауып қоямыз. Қантымыз толық ерігеннен кейін каркадені осы сүзгінің көмегімен сүзіп алып тастаймыз. Сүзіп болғаннан кейін жаңағы турап дайындап қойған жемістерімізді салып, араластырып жібереміз. Кейін бетін жауып, бір қайнатылғаннан кейін тағы 2-3 минут бойы қайнатып алатын боламыз. Міне біздің айсти сусынымыз дайын болды. Енді осыны әбден суытып аламыз. Суығаннан кейін ғана оны сүзіп, ыдысымызға құйып алатын боламыз. Осымен сусынымыз дайын болды. Жасалу оңай әрі сатылымға шығаруға болатын айсти сусыны. Сіздермен болған Сымбат.